Сәлем достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін өте ерекше самсалардың бірі, кесе самса дайындайтын боламыз. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ең алдымен бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды және де аздаған уксусымызды салып, тұзымыз ерігенше суымызды араластырып аламыз. Содан кейін құрғақ ыдысымызға алдын ала елеуіштен өткізілген ұнымызды салып, оның үстінен сармайымызды салып, сармай мен ұнымыз біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстінен жаңағы дайындап алған суымызды құйып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, менің қамырым дайын болды, өте жұмсақ тегіс болып шықты. Енді қамырымызды пакетімізге салып, аздаған уақытқа тынықтыруға қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында фаршымызды дайындап аламыз. Фаршқа мен жылқы етін пайдаландым. Сіздер өз талғамдарыңызға орай мал етін, қой етін пайдалансаңыздар болады. Дәл видеодағыдай етіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан кейін қойдың майын немесе іш май қолдансаңыздар болады. Мен қойдың майын қолдандым, құйрық майын қолдандым. Оны да дәл осылай видеодағындай етіп, майдалап көбейтіп тураймыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін төменге описанияға жазып өттім. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. 6 адамға лайықтап жасадым. Егер сіздер көпшілік болсаңыздар, көбейтіп немесе азайтып жасай берулеріңізге болады. Одан кейін пиязымызды да орташа етіп турадым. Пияздың қатты майда болуы маңызды емес, себебі езіліп кетеді. Сол себепті орташа етіп турай беріңіздер. Мінекей, барлығын турап болғаннан кейін дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды және де дәмдеушімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, жақсылап араластырып болғаннан кейін жаңағы қамырымызды алып, бірдей етіп 6 бөлікке бөліп аламыз. Міндетті түрде барынша бірдей етіп бөлуге тырысыңыздар. Сол кезде барлығы біркелкі болып шығады. Мінекей, мен бірдей етіп бөліп алдым. Барлығын видеодағыдай етіп, кішілеу зола қылып жасап алдым. Сіздер дәл осылай жасап алыңыздар. Өте жұмсақ болып шығады, себебі оның құрамында май болғандықтан осылай жұмсақ бір тегіс болып шығады. Менің бір золам кішкене үлкенде болып кетті, соны алып, кішісіне қосып жатырмын. Сіздер де дәл осылай бірдей етіп алыңыздар. Енді 6 кесемізді алып, ішіне май ештеме құюдың қажеті жоқ. Жаңағы салмамызды барлығына теңдей етіп бөліп аламыз. Мінекей, мен барлығына бірдей етіп бөліп алдым. Енді шетінен қамырымызды жайып, үстіне жауып шыға береміз. Қамырымызды жаюда ұнның көмегі қажет болмайды, себебі қамырдың құрамында сары май бар. Сол себепті тез жайылады. Өте жұқа етіп жаямыз. Мінекей, барлығын осылай жұқа етіп жайып, кесемізге кигіземіз. Мінекей, дәл осы видеодағыдай етіп, осылай кигізіп қойыңыздар. Жан жағы да әдемі болып піседі. Барлық қамырды дәл осылай жұқа етіп жайып, кесемізге кигізіп шықтым. Осы уақыт аралығында пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Мінекей, мен 6-ауында жайып алдым. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын немесе жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып араластырып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Өз талғамдарыңызға қарай самсамыздың бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен мак қолдандым.
Қызып тұрған пешімізге 45-50 минутқа салып аламыз. Міндетті түрде пештеріңіз 180 градуста болсын. Сол кезде бір қалыпты өте әдемі болып шығады. Мінекей, самсаларымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Менікі дәл 50 минут уақыт тұрды. Қазір ішін кесіп көрсетемін. Өте керемет сочный болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.